Өтеген Батырдың кесенесіне барар жол жөнделді. Енді тақтайдай тегіс трасса барыс келісті жеңілдетпек. Ал тарихи орынның бүгінгі жайы қалай? Әріптестеріміз көріп қайтты. 1694 жылы туған Өтеген Батыр 1773 жылы 74 жасында өмірден өткен. Бейіт басына 8 жылдан бері Батырдың ұрпағы Айдарбек Битанов шарақшылық қызметті атқарып келеді. Оның айтуынша Батырдың денесі алғашында Іле өзенінің бойына жерленіпті. 1973 жылы ол маңда гидроэлектр станциясын салу туралы шешім қабылданып, бөгет жасалады. Салдарына су көтеріліп, қолбасшының мүрдесі су астында қалуға шақ қалған. Осы кезеңде Райымбек Батыр кесенесінің шырақшысы Өтеген ауылының тұрғындарына хабар берген соң, Батырдың мәйіті қазіргі жерге көшірілген екен. Қазір 53 жыл болды. Енді Іле өзенінің бойынан Шу өзенінің бойына келді. Сол бабамызға міне кісілер келіп тұрады, тәу өтіп тұрады. Әсіресе денсаулығы сыр берген адамдар, жол жүретін адамдар, алыс сапарға басына іс түскен адамдар сол келіп, Құран оқытып, Құран бағыштап келіп, осы бабамызға тәу өтіп кетеді. 1999 жылы Батырдың 300 жылдығында оның сүйегі жерленген биіктің басына жаңа кесене тұрғызылған. Бүгінде оның маңында 3 бөлмелі үйде бар. Онда Батырдың ғұмыры мен ерлігі баяндалған кітап қоры сақтаулы, әрі тәу өтіп келгендерге қонуға мүмкіндік жасалған. Айта кетерлігі тарихи орын Қордай ауданы Өтеген ауылының солтүстік шығысында 2 шақырым жерде орналасқан. Нұрбақытым Сатилаұлы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.